Армысыздар достар, бүгін мен сіздерге жылдық өсімі 20% болатын валютамен ашылатын Vista шетелдік есепшот туралы әңгіме етпекпін. Бұл жоба шетелдік жоба, инвестициялық жоба. Ресей арқылы бізге келіп отыр. Қазір 4 жылдан бері біздің Қазақстанның аумағында осы жоба табысты жұмыс істеп жатыр. Есепшот валютамен ашылады, доллармен немесе евромен ашылады. Өсім ай сайын түсіп отырады. Және ақшасын ай сайын шығарып алып кетуіңізге болады, және оған қоса есепшотты кез келген сәтте жауып, қалған ақшаларыңызды түгел шығарып алып кетуге де болады. Қазіргі кезде теңгемен депозит ашқанның өзінде оның жылдық өсім пайызы 12-13%-дан аспайды, өздеріңіз білесіздер. Ал валютамен ашатын болсаңыз, одан да төмен, 3-4%-дан аспайды. Осындай жағдайда жылдық өсім пайызы 20% өсім беріп отырған Vista есепшоты қай жағын алғанда өте тиімді. Енді мына төменде көріп отырғандарыңыздай, осы Vista есепшотының тиімді жақтары, қалай пайдалануға болатындығы туралы мынау жазылған. Бірінші, ең алдымен бұл халықаралық жоба, интернет-банк халықаралық. Соның порталында өзіңіз тіркеліп, есепшот ашқаннан кейін өзіңіздің жеке кабинетіңіз болады. Сонда ақша айналымы түгел сол кабинетте көрініп тұрады, бәрі көз алдыңызда. Сосын жылдық кірісі пайдасы 20%. 20% бұл ең төменгі шек емес, одан да жоғары болуы мүмкін. Сосын тәулігіне 24 сағат, аптасына 7 күн бойы сіз өзіңіздің кабинетіңізге кіріп, есепшотыңызды бақылап отыруыңызға болады. Содан кейін бұл есепшот ұзақ мерзімге ашатын болсаңыз, ақырындап ақшаңызды салып отырсаңыз, көбейтіп, сізге белсенді емес тұрақты табыс көзін әкеледі. Мәселен, сіздің есепшотыңызда бір 30 мың евро болатын болса, оның табысы, айлық табысы кем дегенде бір 400 евро болады. 400 евроны сіз теңгеге шағып қарасаңыз, бір 150 мың теңге. Яғни айтқанда, ай сайын сіз ештеңе істеместен, осы есепшот ашу арқылы оған ақша салғаннан кейін 150 мың теңге табыс тауып отырасыз. Бұл сіздің пенсияңыз немесе жалақыңыз деп айтуға болады. Енді осы Vista есепшотының тағы бір тиімді жағы, бұл сіз өзіңіздің есепшоттағы ақшаңызды кепілдікке қоя отырып, ломбард кредит аласыз. Ломбард кредит. Мысалы, сіздің есепшотыңызда 10 мың евро болатын болса, сіз соның 70% мөлшерінде, яғни айтқанда 7 мың евроны кредитке алуыңызға болады. Шексіз мерзімге. Яғни айтқанда бессрочный дейді ғой. Қай уақытта қайтаратын болсаңыз, сол уақытта қайтарасыз. Бұл жылдық өсімі 7%. 7 мың евроны сіз шығарып алып кетесіз. Сіздің 10 мың евро, 3 мың евроңыз қалады, бірақ есепшотта 10 мың евро болып тұра береді. Жазып тұра береді. 10 мың евроға сіз жаңағы өсім алып отырасыз ай сайын. Бірақ бұлай. 3 мың евро өзіңіздің қалған 3 мың евроға сіз жылына 20% өсім аласыз, ал 7 мың евроға алып кеткен, шығарып алып кеткен ломбард кредит, сіз 13% өсім аласыз. Өйткені 7% ай сайын сізден жаңағы кредит алғаныңыз үшін ұстап отырады. Сол ломбард кредитті сіз өзіңіздің кез келген мақсатыңызға пайдалануыңызға болады 7 мың евроны. Және сізден ай сайын ұстап отырғандықтан сіз оны қай уақытта қайтарасыз? 5 жылдан кейін бе, 10 жылдан кейін бе, мүлдем қайтармай қоясыз, оны өзіңіз білесіз. Бұл да жаңа тиімді жағы. Жалпы Vista есепшоты қазір инфляция жағадан алған қиын кезеңде, қазіргі кезеңде өте ақшаны құнсызданудан сақтайтын бір өте тиімді тамаша жоба, шетелдік жоба. Сондықтан егер бұл жоба сізді қызықтыратын болса, осы видеоның астында сілтеме бар. Сол сілтеме арқылы сайтқа кіріп толық ақпарат алуыңызға болады. Тағы бір ескертетін нәрсе, бұл жоба
қаржы пирамидасы немесе басқа нәрсе емес. Яғни айтқанда, бұл жаңағы шетелдік банктің ұсынып отырған халықаралық интернет жобасы.